Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдер, студенттер және оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok-тағы және YouTube-тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай сканагидің 8.25 есебі, бұл тригонометриялық теңдеу синус аргументінде пи бөлінген 2 плюс 3х жақшылығы минус синус жақша пи минус 5х тең бірасты жақша косинус 5х минус синус 3х. Мына жерде келтіру формуласы бойынша түрлендіреміз. Синус пи бөлінген 2-ті косинус қосып кетеді. Екінші керекте косинус қалай? Плюс на косинус 3х болды. Мына жерде пиға бүтін есеп тұғын синус болып қалады. Ол бірінші керекте ол плюс таңбасы өзгермейді. Окей. Аны өзгертіп жазамын мына келтіру формуласы бойынша. Бірасты 3 косинус 5х минус синус 3х. Енді синус барлар бір жаққа, мына 5х барлар бір жаққа, 3х барлар бір жаққа жіктейші, косинус 3х плюс бірасты 3 синус 3х тең бірасты 3 косинус 5х плюс синус 5х. Наның екі жағында екіден бірге көбейтейікші. Сонда бірдеңенің синусын береді, екіден бірде турасы 3 бөлінген ол бірдеңенің косинусын береді. Сонда формулаға келеді ол бізде. Екеуінде косинус немесе синус басамын қайда? Айырмалардың формуласына саламыз, дұрыс па? Екіден бірасты 3 синус 3х тең екіден бірасты 3 косинус 5х плюс екіден бір синус 5х. Мына жерде не? Бірдеңенің синусына келтірейік. Мына жерде синус альфа плюс беттаға келтірсек болады ғой. Синус альфа косинус бетта, косинус альфа синус альфа, синус пи бөлінген 6, синус 30 градус екіден бір, косинус 30 градус турасы 3 бөлінген кептіріп, значит, сол жағын жаза аламыз. Неден жаза аламыз сол жағын? Синус 3х плюс пи бөлінген 6 келтіріп, оған ешқандай күмән жоқ, формулаға келіп тұр. Оң жағында синус бірдеңенің синусына келтіріп, косинустың синусына. Ана жерде не? Синус пи бөлінген 3, синус альфа косинус пи бөлінген 3. Екіден бір. Ана жерде 5х плюс пи бөлінген 3. Аяннан екеуі тең болса, онда айырмасын нөлге тең. Значит, айырманы синустардың айырмасының формуласынан саламыз. Екеуі екі сан тең болса, олардың айырмасын нөлге тең. Ол элементар нәрсе ғой. Екеуінің айырмасын нөлге тең. Синус мынау, альфа деп ойласақ, мынау бетта синус альфа мен синус бетта нөлге тең. Значит, оны көбейтіндіге жіктеп, оны нөлге тең естіреміз. Айырмасы қандай? Екеуінің 2х минус пи бөлінген плюс 2х плюс пи бөлінген 6-на 2-ге бөлсек х плюс пи бөлінген 12 келесіздер. Бірінші жақша. Екінші косинус альфа плюс бетта көбейтеміз. Екеуінің қосындысы қалай? 8х плюс пи бөлінген 2. Косинус 8х плюс пи бөлінген 2, яғни 2-ге бөлсек 4х плюс пи бөлінген 4 тең 0. Әрқайсысын жеке-жекені бөлсеңіз, біріншісін нөлге теңестіреміз. Мына жақшаны нөлге теңестіреміз. Бірінші синус х плюс пи бөлінген 12-ні нөлге теңестіреміз. Онда қандай синус қандай бұрыштарда нөлге тең? Пиға еселік болу керек. Х плюс пи бөлінген 12 тең пиға. К бүтін сан. Енді осыдан қандай теңге шығарамыз? Мына келеміз да, сонда х неге тең болады? Х неге тең болады сонда бізде? Х-нан оң жаққа шығарып жіберсек, ол енді элементар нәрсе. Х бір неге тең болады? Бірінші болады бұдан. Минус пи бөлінген 12 плюс пи к. Пи к бүтін сан. Енді екінші нөлге теңестірсек міне. Мына жақсы нөлге тең. Косинус 4х плюс пи бөлінген 4. Пи бөлінген 4 тең 0. Косинус қандай бұрыштарда нөлге тең? Еске түсірейік. Косинус қандай бұрыштарда нөлге тең? Пи плюс пи к-да. Значит, 4х плюс пи бөлінген 4 аргументі пи бөлінген 2 кешіріңіздер плюс пи к-да. К бүтін сан. Онда 4х плюс пи бөлінген 4 бізге неге тең болу керек? Пи бөлінген 2 плюс пи к. Пи к. К бүтін сан. К бүтін сан. Х-ні қалай теңестіреміз? Х-нан қайқа шығарып жібереді? Onda x teң мына қажабырса пи бөлінген 16, пи бөлінген 16, пи к бөлінген 4, пи к бөлінген 4
міне екінші түбір солай ғой өйткені келесіздер ешқандай қате тұрған айқашаға пи бөлінген төртке бөлдік міне ал екінші түбір бірінші түбір мынау вот минус пи бөлінген n плюс пи к бүтін екінші түбірі пи бөлінген 16 плюс пи к бөлінген 4 к бүтін міне есебім шықты видеоны мына салайық қойып әріптестеріңізбен бөлісіңіздер барлықтарына сәттілік тілеймін сау болыңыздар.